Здравствуйте, ребята! Если хотите увидеть следующий урок, подписывайтесь на мой канал. 37-й урок «Какая музыка в природе?». Ты научишься выразительно читать текст и пересказывать его, использовать в речи слова-признаки и предлог «в». Табиғатта қандай әуен. Упражнение первое. Послушай, тыңда. Остановись и оглянись. Какая музыка в природе? Звенит струною каждый лист, и тембр меняет по погоде. Журчит ручей, течет река, и дождь с небес потоком льется, и дуновение ветерка, все это музыкой зовется. Подарит музыку закат, и каждая травинка в поле, своя есть музыка в горах, другая музыка на море. А теперь задание. О чем это стихотворение? Өлең жолдары не туралы? Вы слышали, как шелестят листочки на деревьях, журчат ручейки, течет река, шумит дождик, дует ветерок, плещется море. Естідіңіздер ме? Жапырақтың сыбдырын, судың аққанын, өзеннің тасығанын, жаңбырдың шуын, желдің соққанын, теңіздің буырқанғанын естідіңіздер ме? Какие звуки они издают? Попробуй их воспроизвести. Олар қандай дыбыс шығарады? Сен де айтып көр. Выбери соответствующие слова-признаки к музыке природы. Табиғат музыкасына сәйкес келетін сөздерді қоямыз. Слова-подсказки стоит снизу. Например, шелестят листочки, музыка ласковая, веселая. Журчат ручейки, музыка звонкая, задорная. Жапырақтың сыбдыры, әуені жұмсақ әрі көңілді. Бұлақтың аққан әуені сергек әрі сылдырлаған. Остальные слова вы должны подобрать сами. Қалған сөздерді өзіңіз қоясыз. Идем дальше. Упражнение 2. Прочитай. Оқы. Курмангазы Сагырбайұлы – великий народный композитор, күйші. С ранних лет он играл на домбре, и все люди восхищались его игрой. Курмангазы очень любил свою родину, степи, горы, народ. Курмангазы Сагырбайұлы – халық композиторы, күйші. Жастайынан домбырада ойнаған. Барлық адамдар оның домбырада ойнағанына тәнті болған. Құрманғазы өзінің халқын, жерін, туған жерін, тауын, даласын қатты жақсы көрген. Лучший его күй «Сарыарка», «Золотая степь». В этом кюе он передал красоту золотой степи и свободный дух казахского народа. Музыка в кюях Курмангазы светлая, радостная, быстрая, веселая. Курмангазы помнит не только в Казахстане, но и во всем мире. Его называют отцом кюев, потому что он создал свыше 70 кюев. Оның ең керемет күйі «Сарыарка». Бұл күйде Құрманғазы ұлы даланың сұлулығын, қазақ халқының еркін рухын суреттеген. Оның күйлері ашық, көңілді, тез және көңілді. Құрманғазыны тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлем таниды және есінде сақтаған. Оны күйлердің атасы деп атайды. Себебі ол 70-тен асқан күй шығарған. Так, знаешь ли ты, что күй – это жанр инструментальной музыки, а күйші – исполнитель күйів? Күй дегеніміз аспапты жанрдың әуені, ал күйші – оны орындайтын адам. Теперь вопросы. Какой күй Курмангазы называет лучшим? Что он воспевает в этом күйі? Курмангазының ең керемет күйі қандай? Және ода не туралы айтылған? Каков характер музыки в кюях Курмангазы? Выпиши это предложение из текста, подчеркни слова-признаки. Курмангазының күйлерінің әуені қандай? Соны жазып аламыз. Заттың сынын білдіретін сөздердің астын сызамыз. Как называют в народе Курмангазы? Почему? Найди эту фразу в тексте. Курмангазыны халық қалай атайды? Соны табамыз мәтіннен.
Упражнение 3. Зрительный диктант. Есте сақтау диктанты. Прочитай слова, запомни, закрой учебник и запиши их по памяти. Сөздерді оқы, есіңде сақта, кітапты жауып жазамыз. Композитор, курмангазы, күй, дамбра, сарарка, золотая степь, оркестр. Что объединяет эти слова? Бұл сөздерді не біріктіреді? Упражнение 4. Сравни. Салыстыр. Рассмотри картину Кинбаева «Ловля лошадей». Какую музыку ты бы подобрал к ней? Кинбаевтың жылқыны ұстау суретін қараймыз. Оған қандай музыка таңдар едің? Слова-помощники: радостное, гордое, печальное, стремительное, грустное, торжественное, светлое, медленное. Көмекші сөздер: қуанышты өлең, мақтанышты, қайғылы, жігерлі, мұңды, салтанатты, ашық және жай. Например, я бы подобрала слово здесь грустное, потому что мне от этой картины очень грустно. А какую музыку ты бы подобрал к ней? Выпиши эти слова в тетрадь. Сол сөздерді дәптерге жазамыз. Что объединяет картину художника Кинбаева с музыкой Курмангазы? Кинбаевтың суреті мен Құрманғазының әуені екеуін не біріктіреді? А. Музыка. Б. Красота родного края. В. Рисование. Әуен, туған жердің сұлулығы және сурет. Упражнение 5. Прочитай и перескажи. Оқып түсінігін айтамыз. Легенда о Кюе. Однажды поссорились небо и земля, и весь живой мир стал спорить друг с другом. И тогда один мудрец призвал на помощь юношу. Его звали Кюй. Бір күні аспан мен жер ұрсып қалады. Және қалған барлық тірі ағзалар бір-бірімен сөз таластыра бастайды. Сол кезде бір данышпан жас баланы көмекке шақырады. Оның аты Күй. Жил он в дикой степи среди трав и свободного ветра. Мудрец сделал Кюя повелителем музыки, и юноша смог всех помирить. В мире наступил порядок, и всем живущим в природе, людям, животным, птицам стало хорошо. С тех пор слово «күй» передает настроение людей. Ол далалықта, өсімдіктердің арасында, еркін желдің арасында өмір сүрген. Оны данышпан, оны музыканың патшасы деп сайлаған. Содан бері ол жас жігіт барлығын татуластырды және әлемде тыныштық орнады. Барлық тірі ағзалар, адамдар, жануарлар, құстар барлығына жақсы болды. Сол кезден бастап күй деген сөз адамның көңіл күйі дегенді білдіреді. А теперь вопросы. Что обозначает слово «күй»? Күй деген нені білдіреді? Выпиши из текста это предложение. Сол сөйлемді жазып аламыз. Обрати внимание на подчеркнутые слова в тексте. Что это? Асты сызылған сөздер не ол? Жауап береміз. Перескажи текст. Мәтіннің түсінігін айтамыз. Урок окончен. До свидания.